сөйлескенде олар мағанда қазақша ресурстар, қазақша контент жоқ деп айтады. Егер мен қазақ тілін үйренгісі келсе, мен оны үйрене алмасам, себебі ресурстар жоқ. Сондықтан осы мәселені шешу үшін не керек деп ойлайсыз? Ең бастысы ниет керек. Ниет болса, мысалы олар мүлде түсініксіз тіл, чех тілінде басқа тілдерді де үйренеді ғой, ақша төлеп тұрып. Сол сияқты ең бірінші ниет керек, екіншіден қажеттілік керек. Егер бізде Қазақстан үкіметі қазақ тілді мамандарға сұранысты арттыратын болса, Қазақстанның конституциясынан, ата заңынан ресми тіл, орыс тілі деген тілді алып тастайтын болса, біздің азаматтарымыздың бәрі қазақшаны 3 айда, жарты жылда еркін үйреніп кете алады. Өйткені олар өмір бойы осы жерде тұрып отыр, осы жерде қазақ тілін естіп жүр, тек бір кішкене ниетпен қажеттілік туса, барлығы қазақша үйреніп кетеді деп сенемін, білемін. Тек оған қажеттілік тудырмай отырған біздің билік. Өйткені заңда бізде ресми тіл, халықаралық қарым-қатынас тілі деп қарастырылған, бірақ шынтуайтына келгенде орыс тілі әуежайдан шыққаннан кейін ешкімге керек жоқ. Ағылшын тілі ғана керек, мысалы халықаралық қарым-қатынас тілі дегенде. Мен мысалы өзім Чехияда тұрғанда орысша сөйлесек, чехтар ұнатпайтын. Ағылшынша сөйлесек, жүгіріп жүріп қызмет етеді. Сондықтан мен орыс халықаралық тіл деп мойындамаймын және қабылдамаймын. Білемін, сөйлеймін орысша, достарым да өте көп орыс тілді, бірақ мен ең басымдықты ана тіліме берем, қазақ тіліне, одан кейін ағылшын тіліне. Және чех тілін білемін, басқа да тілдерді үйренуге мүмкіндік болып жатса, мен қарсы емеспін. Мен түсіндім. Және қажеттілік туралы, қажеттілікке қатысты менің бір сұрағым бар. Мысалы, солтүстік Қазақстанда Павлодар бар, Қостанай бар, Петропавловск бар, осындай қалалар бар. Және оларда қазақ тілін үйренуге қажеттілік жоқ, себебі осы қалаларда бәрі орысша сөйлейді. Сондықтан осы қалалар аймақтарға, осы аймақтарда тұратын адамдар үшін не керек қазақ тілін үйрену үшін? Бұларға негізі ол жерде де бар. Кәдімгідей біздің қазақ тілді патриоттарымыз, қазақша сөйлейік, біз қазақпыз деп жүрген азаматтарымыз бар. Тек проблема жаңағыдай жергілікті полиция болсын, жергілікті үкіметтер болсын, негізгі аудиториямыз орыс тілді деп бәрі орысша сөйлесіп кетеді. Ал шындығына келген кезде заңды құрметтейтін ел болсақ, заң бойынша жүретін болсақ, мемлекеттік тіл қазақ тілін барлығы білу керек. Бізде, солтүстік Қазақстанда орыс тілді тұрғындар өте көп, бірақ қазақ тілді тұрғындарда өте бар ол жерде. Бірақ барлығы қызмет көрсету орындары бәрі орысша сөйлегендіктен, мемлекеттік қызметтегілердің барлығы орысша сөйлеп, орысша қайырылғандықтан, бәрі орысша сөйлеуге мәжбүр. Ал шындығында, егер қазақша сөйлеп, барлығы да қазақша, мемлекеттік қызметкерлер қазақша сөйлеп, қазақ тілінің қажеттілігін көбірек тудырса, олар да тез қазақша сөйлеп кетеді. Біздегі проблема сол ғой, біз қазақша сөйлеуге тырыспаймыз. Мен мысалы өз басым Макдональдсқа барған кезде сәлеметсіз бе деп қазақша амандасам. Ол маған орысша амандаса бәрібір. Кешіріңіз, сәлеметсіз бе деймін. Сосын сәлеметсіз бе дейді. Сосын мен айтамын, мен қазақша сөйлеп тұрғанда, сіз маған қазақша қызмет көрсетіңіз. Егер мен орысша сөйлесем, сіз маған орысша қызмет етесіз деймін. Мәселе осыда басталады. Олар алдына адам келген кезде здравствуйте деп бастайды, содан кейін біздің қазақтар орысша білсе де, білмесе де тілдерін бұрап, екі қазақ орысша сөйлесіп тұрады. Сонда, мысалы, сәлеметсіз бе деген сөзді қазақша бастаса,
басқалар да қазақша сөйлеп кетер еді. Және Ешқайсы қазақша амандасудан бастамайды. менің бір сұрағым бар. Сіз сәлеметсіз бе деп Қайырлы күн, мысалы кеш жарық деп айтса, сол адам қазақша сөйлейді. Сосын мен Макдональдстың қызметкерлеріне ескерту жасадым. Сіздер неге бірінші қазақша амандаспайсыздар? Сіздер орысша амандасасыздар, одан кейін қазақтар келеді сіздерге орысша сөйлейді. Қазақша амандассаңыздар, бізге көп орыс тілді адамдар келеді дейді. Мен айтамын, сіз бірақ Қазақстанда тұрасыз. Қазақстанның мемлекеттік тілінде бірінші амандасу керек. Одан кейін білмей жатса орысша амандасасыз ары қарата. Сол заңды, сол тәртіпті ешқайсы орындамай жатыр. Бірақ мен жүрген жерімде міндетті түрде барлық жерге кіргенде қазақша амандасып кіреміз. Сәлеметсіздер ме? Кеш жарық, қайырлы күн деп. Сол кезде олар маған қазақша жауап беруге тырысады. Ал менің түріме қарайды да көбісі здравствуйте дейді. Егер менен бұрын амандасып қалса, сосын мен айтым, здравствуйте, сіздерде осындай зат бар ма? Болмаса, маған осындай зат керек еді деп қазақша айтамын. Сол кезде ол қазақша білсе, қазақша маған жауап береді. Қазақша білмесе, орысша айта бастайды. Бірақ мен кез келген уақытта айтамын, кешіріңіз, мен қазақша сөйлеп тұрғанда, менің тіліме игнор жасамаңыз. Қазақша білмейтініңізді айтып, кешірім сұрап, орысша жалғастыруға рұқсат сұраңыз деп айтамын. Себебі бұл мен қазақпын, мен қазақ тілінде ақпарат алуға құқым бар. Заң бойынша менің хақым бар. Сондықтан маған қазақша сөйлеген кезде қазақша жауап беруге тырысыңыз деп ескерту жасаймын. Және осы Макдональдсда жұмыс істейтін адамдардың реакциясы жалпы қандай болды дейсіз ғой? Иә, рахмет. Олардың реакциясы түсінбейді. Мынандай алдына келіп тоқтаған адамға олар бірден орысша сөйлеген кезде мен әдеби түрде сөйлессем қазақша. Сәлеметсіз бе? Маған осындай екі еселенген филе фиш, мысалы картоп, және бәрін қазақша айтам, балмұздақ деп. Сол кезде олар таң қалады негізі. Орысша айта бастаса, мен қайтадан оның қазақшасын айтамын. Сөйтіп, мен кішкене болса да қоғамды өзгертуге тырысамын. Бірнеше рет қазақша сөйлеп тұрсам да орысша сөйлеген кездер болған кезде мен оларға ескерту жасадым. Мен клиентпін, мен қазақша сөйлегенде маған қазақша сөйлейтін адам келіп қызмет етсін деп. Мен осы арқылы қазақ тілді қызмет көрсетушілердің санын арттырғым келеді, қазақ тілінің қолданысын арттырғым келеді. Мен жазып алам, кешіріңіз. Жазып алыңыз, е. Және бұл мен үшін бұл өте қызықты. Себебі Америкада бізде тек бір